Сәлем достар, сіздермен бірге Алтын ТВ YouTube арнасы. Бүгінгі видео қорқынышты оқиға пәтердегі құбыжық туралы болмақ. Менің досым Марта маған жақында өзінің басынан өткен осы қорқынышты оқиғаны айтып берді. Жаңа оқу жылы келіп, ол ескі пәтер жалдады. Күндіз ол универдегі сабақтарына қатысты, ал кешке ол кафеде жұмыс істеді. Марта түндетіп үйіне кеш келді. Шаршап тіпті құлап қалардай. Мүмкін ол қатты шаршағандықтан шығар, алайда ол бұл пәтердегі біртүрлі құбылыстарды байқамады. Бірақ бірде ешқандай себепсіз кафе жабылып, барлық жұмысшылар ерте үйлеріне қайтарылды. Марта сабақтан кейін пайда болған бос уақытын басқа жұмысына бармай демалуға арнады. Алғашқы күндері ол біртүрлі нәрселерді байқай бастады. Үнемі біреу аңдып қарап тұрған сияқты болып, біреудің өзіне қарап тұрғанын сезетін. Бір күні ол өте қатты қорқынышты нәрсе көрді. Ол кешке жақын, кешкі ас дайындап, көкөністер турап жатқан. Дәлізбен жатын бөлме асханадан жақсы көрінетін. Бүйірлеп қарағанда, ол қандай да бір қимыл қозғалысты және бөлмеде біреудің тұрғанын байқады. Үлкен сұр түсті, шашсыз нәрсе бұрыштан сығалап, тығылып қарап тұрды. Бірақ Марта басын бұрып, не нәрсе екенін қарауға қорықты. Әрі қарай ол ұйықтауға жатқанда, құбыжық үйдің есігін ашып жауып тұрды. Қараңғы болғандықтан көрінбеді. Бірақ Марта ол жерде біреудің тұрғанын сезді. Шошынған Марта жарықты жағып, оны түні бойы сөндірмеді. Содан кейін ұйықтап қалады. Ұйықтар алдында мына пәтерден көшу керек деп шешті. Таңертең алайда қорқынышы басылып, ол тіпті бұның бәрі елестеген шығар деп ойлады. Ол сабаққа кетіп бара жатты. Метрода әдеттегідей телефон ішін ақтарып отырды. Бірақ оның көргендері қорқыныштан қозғалдырмай тастады. Телефоннан өзін бірнеше кадрлерін көрді. Сол түні ұйықтап жатқанда оны біреу фотоға түсірген екен. Олар көп болды, және ең қорқынышты соңында болды. Ол фотоға кім түсірген екенін білді. Осыдан кейін телефон қатты қызып сөніп қалды. Ол бұл телефонды қалпына келтіру үшін жөндетуге апарды. Бірақ телефонды бір ұстағаннан ақ ішіндегі платасы күйіп кеткен және қалпына келтіру мүмкін емес еді. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір жазып, қолдау көрсетіп кетсеңіздер.